қоғамдық тәртіпті сақтау және азаматтарымыздың қауіпсіздігін қорғау біздің ортақ міндетіміз. Осы мақсатта ішкі істер органдарының материалдық техникалық әлеуетін күшейту, жаңа автомобильдермен және заманауи байланыс құралдарымен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстарымыз жыл сайын жалғасып келе жатыр. Кез келген құқық бұзушылыққа жедел әрекет ету мүмкіндігін арттыру, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету бұл біздің басымдықтарымыздың бірі. Ключи от служебных автомашин марки Hyundai Sonata заместителю командира майору полиции Нурахметову Ержану Маратовичу. Фиксировать скорость автомобиля попутного направления, встречного направления, выявлять госномер, цвет автомобиля, сравнивается с базами МВД. 360 круг камеры записывают режим работы. Онлайн можно просмотреть. Также можно предыдущие записи просмотреть. И скорость выставляется здесь на планшете, вручную. На 60 поставил. Здесь он фиксирует, если нарушение, здесь сразу. Сколько планшет у вас? Каждому комплексу один планшет. Новый, да, последний? Бүгінгі таңда облыстық және қалалық патрульдік полиция патрулінің қызметкерлері облыс әкімінің қолдауымен жаңа автокөліктер табыс етіліп жатыр. Алдық жаңа автокөліктер қызмет атқару барысында өте ыңғайлы, жаңа заманауи техникалармен жабдықталған. Бұл өте ыңғайлы. Болашақта қоғамдық тәртіпті жол көлік қозғалысын реттеуге өте ыңғайлы. Басшы құрамға облыс әкіміне алғысымыз шексіз.